Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Бүгін мен сіздерге қызықты оқиға жайлы айтып беретін боламын. Айжанның төсек тартып жатқанына жарты жыл болды. Айжан 7-ші сыныпты тәмамдап, жазғы демалысқа шыққанда анасы оны бір аптаға көрші ауылдағы ағасының үйіне жіберген еді. Сол үйден қайтып келгеннен кейін 3 күн өтпей-ақ төсек тартып жатып қалды. Мәселе физикалық саулығында емес, психологиялық жағдайында. Төсек тартып жатып қалғалы бері ешкіммен сөйлеспейді, бір нүктеге қарап жата береді. Арасында өздігінен қарқылдап күлетіні бар. Мұндай кезде әкесі үйге сыймай, қызының мұндай мүшкіл халін көруге дәті шыдамай сыртқа шығып кетеді. Анасы болса жан ұшыра қызына көмектескісі келеді. Бірақ қызы тіпті анасын мүлдем көрмегендей, даусын естімегендей кейіп танытады. Айжан ауырып қалғалы бері өзге түгілі өзінің туған анасын да танымайды. Айжан тіпті өз бетінше дәретханаға да шықпайтын болды. Дәрігерлер одан ешқандай кінәрат таппады. Ал психологтар жындыханаға жатқызу керек екенін айтады. Алайда Айжанның ата-анасы бұл ұсыныстан үзілді-кесілді бас тартты. Содан бері анасы Айжанды дәл сәби кездегідей бақты. Айман қызына қарап жатып ұзақ ойланды. Бұл белгісіз ауру қайдан шықты? Қызы неліктен осындай хәлге жетті? Бұл сұрақтар оны көптен бері мазалап жүрген еді. Бірақ жауабын таба алмады. Осындай қалың ойдың үстінде ұлы Біржанның көрген түсі есіне түсе кетті. Айжан ауылға туыстарының үйіне кеткенде, Біржан таңғы шайдың түсінде Айжанды көргенін айтты. Түсінде Айжан пештің жанында бір нүктеге қарап тұр екен. Жанына келген Біржанды байқамады да. Бір уақытта Біржан қарындасымен қалжыңдаспақ болып, «Ва!» деп айқайлап, Айжанды қорқытпақ болды. Сол уақытта Айжан ағасына жалт қарады. Біржанның айтуынша, сол уақыттағы Айжанның көзқарасын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Тіпті оған қараған қарындасы Айжан емес, шайтанның өз қарап тұрғандай көрінеді. Біржан есін жинаған сол еді, Айжан Біржанды бас салып жүрегін жұлып алды да жей бастады. Құдды қорқынышты фильмдегідей Біржан қансыраған денесіне қарап айқайласа да даусы шықпайды. Осылай қиналып жатып оянып кеткенін айтады. Айман Біржанның осы бір түсінен есіне алып, бойын қорқыныш биледі. Қызына тағы бір көз салып, бір күрсініп алды. Айман қызын емдеу үшін бармаған жері, баспаған тауы жоқ. Түрлі тәуіп, емшілердің табалдырығын тоздырды. Алайда ешқандай нәтиже болмады. Бір күні көршісінің Көкшетауға мықты емші келгенін естиді. Дәрігерлер мен емшілерден әбден көңілі қалса да, Айман қызын жазу үшін барлық мүмкіндікті пайдалануға әзір еді. Емшінің науқастарды Құранмен емдейтіні де ұнады. Көп ұзамай Айман мен күйеуі ақылдасып, емшіні үйіне шақырды. Емші әбден арып тозған. Халықтың айтуынша, ол емдеген адамдардың ауруының кішкене бір бөлігін өзіне қабылдап алады екен. Содан болар емшінің жүзі сұрғылт тартқан, өне бойы солып қалғандай. Емші Айжан жатқан бөлмеге қолына Құран алып кіріп кетті. Сүрелерін оқып, бетіне суды бұрқ еткізді. Емші Айжанды ұзақ емдеді. Таң ата келген емші кешкісін бірақ шықты. Әбден шаршаған. Үстінің барлығы терден малмаңдай су. Емші сылқ етіп орындыққа отырды да есін жиып алғысы келгендей біраз уақыт үнсіз отырды. Біраздан кейін, қыздарыңыздың дерті ауыр екен, ауруды судан тапқан, деді емші. Айман мен күйеуі емшінің сөздерінен кейін ұзақ уақыт ойланды. Неліктен судан? Қандай судан? Деген сауалдарды бірінің артынан бірі маза бермеді. Ойға шомып отырғанда Айжанның анашым деген сөзін естіді. Айман мен Рахымжан қызының бөлмесіне жүгіріп барып, оны құшағына қысты.
Екеуі де көзіне жас алды да себебі Айжанның даусын естімегелі бір жылдай уақыт болған. Айжан жазылды, мектепке барды. Өзінен бір сынып төмен оқығандармен бірге оқуына тура келді. Күндер өтіп жатты. Айжанның ауырғаны да, емші де ештеңе есінде қалмаған. Үйіндегілер де оны есіне салуға қорықты. Бірақ құрдастары оның бастан өткерген жағдайын айтып, Айжанды сұрақтың астына алды. Бірақ Айжанның оларға айтатын жауабы жоқ еді. Bir күні Айжан анасының барлық жағдайын сұрады. Сондағы емшінің ауруы судан болды деген сөзін ұзақ уақыт ұмыта алмады. Айжанның жазылғанын естіп, көрші ауылдағы ағасы бала-шағасымен үйге келді. Оның Айжанмен қатарлас қызы Әсия деген қызы бар. Екеуі айырылмас дос еді. Бастары қосыла кетсе, уақытты қызықты өткізудің түрлі жолын табатын. Әсия бір жылдың ішінде болған оқиғаларды тоқтаусыз айтты. Бір уақытта кенеттен тоқтап қалды да, «Айжан, емші сенің ауруыңды судан болды депті ғой», деді Әсия, әңгіменің төркінін басқаға аударып. «Иә, бірақ қандай су екенін білмеймін», деді Айжан. «Сонда екеуміздің құпиямыз есіңде жоқ па?» «Қандай құпия?» «Жоқ, есімде жоқ. Екеуміз орманға барып, адасып кешкі уақытта көлдің арғы бетіне жүзіп өтіп едік қой. Бәлкім, ауруды сол дәл көлшіктен тапқан боларсың». Әсия сол уақытқа қайта оралғандай байсалды түрде әңгімесін бастады. «Екеуміз орманда ойнап жүріп, үйден алыстап кеттік. Мен қорққаннан жылай бастадым. Екеуміз дұрыс жолды табамыз деп бір жерді 1 сағат бойы айналып жүрген болып шықтық. Кешқұрым уақытта үйге бастайтын жолды таптық деп жолмен келе жатқанда алдымыздан көлшік шықты. Мен жүзе алмайтынымды айтып жылай бастадым. Сол уақытта сен мені алып жүзіп өттің. Өзің менің кесірімнен бірнеше рет суға баттың да, жағаға шыққанда далаға қараңғы түскен еді. Екеуміз сол көлшіктің жағасында түнеп шығатын болып шештік. Сен бірден қалың ұйқыға кеттің. Мен қорққаннан көпке дейін көз іле алмадым. Bir уақытта қалың ағаштардың арасынан сол жақ тұстан қара қасқыр бізге қарай тістерін ақситып келе жатты. Мен айқайлап жылап сені оята бастадым, бірақ сен оянбадың. Сені қанша оятуға тырыссам да бұл әрекетімнен ештеңе шықпады. Қасқыр бізге қарай жақындап келе жатқанда оң жақтан ақ қасқыр шықты. Ақ пен қара қасқыр бір-бірімен төбелесе бастады. Ақ қасқыр екінші қасқырды жеңді де келген жағына қарай кетті. Қалың орманға толық жұтынып кетпей тұрып бізге бір көз тастады. Таң атқанда сен ояндың. Мен түнде болған жағдайды айтып бергенде сен сенбеген едің. Таң ата бізді ауыл тұрғындары да тауып алды. Екеуміз 2 қасқыр туралы оқиғаны да, көлшіктен жүзіп өткенімізді де ешкімге айтпайтын болып шештік. Айжан сол кезден бастап өткергені еміс-еміс есіне түсірді. Үлкендердің су перісі болады, түнде әйел адамға суға баруға болмайды деген сөздерін есіне түсірді. Бәлкім сол түні емші айтпақшы ауруды судан тапқан болармын деп топшылады. Өткен күндер қорқынышты түс секілді өтті де кетті. Айжанның отбасына шуақты күндер қайта оралды. Bir күні Айжанды емдеген емші қайтыс болды. Халықтың айтуынша Айжанды емдегеннен кейін емші төсек тартып жатып қалыпты. Содан оңалмаған. Айжанның дерті неден болғаны белгісіз. Оған медицина қызметкерлері де түсініктеме бере алмады. Әсияның орманда су жағасында көрген